Бұл оқиға мен 10 жасымда болатынмын. Және де менің бөлмем өзіме қатты ұнайтын. Жайлы төсектер, шкафтар, компьютерімде болатын. Ал бір күні біз түнде ұйықтап жатқанда бір шкафтан дыбыс шықты. Мен оянып кеттім және де ертең таңертең сабаққа тұру керектігін білдім де қайтадан ұйықтадым. Және де ұзақ сағаттар өтті. Мен таңғы асымды ішіп алдым да өзімнің сөмкеме кітаптарымды салайын дедім. Бөлмеме барып кітаптарымды салып жатқан кезде терезеден бір адамды көрдім. Оның түрі қорқынышты. Мен оған айғайладым. Сен кімсің? Деп айғайладым. Ол бірақ қашып кетті. Мен оның бетін көре алмай қалдым. Мен сабаққа барып келдім. Одан кейін біз досымыз екеуміз мектептің проекті жайлы сөйлесіп жатқан кезде терезеден ол адам маған қарап тұрды. Және де ол адамның түрі жарықта анық көрінді. Ол 40 жастағы беті басы шырам-шырам адамға ұқсады. Және де ол маған былай айтты: сен кәмпит жейсің ба? Менде көп кәмпит бар, бері шық деді. Бірақ мен қорқып не айтарымды білмей қалдым. Біраз уақыттан соң ол есіктің алдында күтемін деп кетті. Ал әкем жұмысқа шығып бара жатқанда есікті ашып қалған кезде ол адам тұрды. Әкем айтты: сен біздің есік алдында не қылып жүрсің? Деді де қуып жіберді. Менің қорқынышты түрімді көрген әкем айтты: жақында үйге камера орнатамын деп айтты. Мен қорыққаным кішкене басылды. Және де мен үйге барып өзімнің столыма барып отырып ойландым. Олар кімдер екен? Менің сыныптастарым екен. Бірақ та сыныптастарымның бойы ондай ұзын емес. Келесі күні түн батты. Мен ұйықтауға кірістім. Түнде ұйықтаған кезде шкафтан біреу пышақпен қыртылдатып жатқан дыбысты естідім. Мен қорқып кеттім. Және де мен орнымнан атып тұрдым да ата-анамның бөлмесіне қарай жүгірдім. Және де ата-анама айттым: менің бөлмемде біреу бар деп. Сосын менің ата-анам 911 полицияның номеріне хабарласты. Ал ана қара киген адам былай айтты: бері кел, мен сенің ата-аналарыңа тиіспеймін, жай ғана сені өлтіргенін олар көреді деді. Біз үшеуміз де қорқып отырдық. Bir кезде полиция да келді. Және де полиция біздің есік алдыңа кірді де: сіз тұтқындалғансыз, қолыңыздағы пышақ тастаңыз деді. Ол адам жерге пышағын тастады және де оны алып кетті. Біздің отбасымыз қуанып қалдық. Сөйтсек ол 40 жылдан бері психиатрический больницада жатқан адам екен. Бірақ біздің үйге одан кейін камералар орнатты. Одан кейін мен үйде ұйықтап жатып ойладым: ол менің үйімде қалай пайда болды екен? Егер мен шкафты көрмегенде, және де ол менің төсегімнің астында болуы мүмкін. Немесе ол мені өлтіруі де мүмкін. Мүмкін ол терезеден кірген шығар.